Ассаляму алейкум. Бүгін жылдам әзірленетін таңғы асты дайындаймыз. Алдымен шұжықты дөңгелектеп турап аламыз. Қызанақты да солай тураймыз. Табаққа 2 жұмыртқаны жарып, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Табаға кішкене май құйып, біркелкі етіп жағамыз. Үстіне үкіштен өткізілген ірімшікті себеміз. Барлығын орташа отта әзірлейміз. Ірімшік ерігенде жұмыртқаны құямыз. Тост нанымызды екі жағынан жұмыртқаға аунатып, күрекшенің көмегімен екінші бетіне аударамыз. Бір бөлігіне шұжықты, бір бөлігіне қызанақты орналастырамыз. Үстіне салат жапырақтарын қойып, екі шетін біріктіреміз. Біріккен жеріне 2 бөлік ірімшік саламыз да, ортасынан бүтеміз. Екі бетін де әдемі болып қызарғанша қуырамыз. Дайын болған сэндвичті ортасынан кесіп, хош иісі кофемен ұсынамыз. Осылайша біз 5 минутта ерекше таңғы ас әзірледік. Өте дәмді, ерекше әрі пайдалы ас дайын. Астарың дәмді болсын.